Ойың қандай, өмірің сондай, баршаңызға сәлем. Көкжиегіңді кеңейтіп, терең ой салар өнегелі сөздер. Адам ешкімге сенбей, бәріне күдіктеніп, айналасындағыларды ылғи алдамшы, қу, нашар адамдар деп ойлап жүрсе, тура сондай сұмырайлар кездесе береді. Қасыңа топталып жинала береді. Бауыржан Момышұлы. Егер әйел еркексіз өмір сүре аламын десе, қателескені. Бірақ әйелім менсіз өмір сүре алмайды деп ойлайтын азаматтың ойы тіптен қате. Жаманның досы болғанша, жақсының жауы бол. Өзіңді сыйлайтын жерге қайта-қайта жылтыңдап бара берме, қадірің кетеді. Бауыржан Момышұлы. Адамның шынайы байлығы білімінде, ал ең үлкен кедейлігі ойында. Асанәлі Әшімов. Әділдіктің жоқтығы, қиындықтың көптігі, ойланумен өтеді өміріңнің көп күні. Жібек Ысқақова. Ойын жүйелей алмайтын жан өмірін де жүйелей алмайды. Гүлсім Сатыбалды. Кейде ойда ағаштың басынан піспеген күйінде топ ете қалады. Людвиг Виткейштейн. Біз ойға алғанның бәріне қол жеткізерліктей еркін емеспіз, бірақ қажетіні істеп-істемеуге еріктіміз. Освальд Шпенглер. Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады. Асан Қайғы. Дананы ойынан, батырды сойынан, ізгіні ісінен, жақсыны түсінен, көлгірді көзінен, суайтты сөзінен танисың. Сайын Назарбекұлы. Ой жеткен жерге қол да жетер. Ойым нәрлі болсын десең, өмірге аралас, өмірдің бетінде қалқыма, түбіне сүңгі, асыл ойда жатпайды, оңайда жатпайды, тереңде жатады. Ғабиден Мұстафин. Сіз толықтай басқара алатын жалғыз нәрсе бұл сіздің ойыңыз. Оларды дұрыс қолданыңыз. Брайан Трейси. Мейірімді жүрек әлемнің барлық ақыл ойларынан гөрі әдемі. Эдуард Бульвер Литтон. Тіл қаруы сөз, сөз қаруы ой. Ақылды ой, алғыр сөз адамның ең жоғары қасиеті. Ғабиден Мұстафин. Көргеннен, білгеннен аспау, барды қанағат қылу, жоқты іздемеу, ой мешеулігі. Ғабиден Мұстафин. Ой барлығының да бастамасы. Ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Лев Толстой. Терең ойланғанда ғана адам бола бастайсың. Мал мен адамның бір парқы осында. Нұрқалық Абдрақын. Сөз ойдың айнасы. Ойсыз сөз болмайды. Ой жетілдіру мен тіл жетілу қатар жүреді. Жүсіпбек Аймауытов. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Омар Жәлел. Біз басқалардың ойларын біле алмаймыз. Олардың жағдайы қандай, олар не ойлайды және не қалайтынын білмейміз. Басқа адамдар үшін ойланудың қажеті жоқ. Владислав Бермуда. Өз ойларын көріктеп айта алмау кемшілік, ал өзінің көкейіне түскен ойларының болмауы одан да асқан кемшілік. Константин Ушинский. Поэзияда әрбір ой тыңнан айтылуы тиіс. Нағыз поэзия тудыру қиынның қиыны. Бұл мұхиттың түбінен маржан ілгенмен бірдей. Мұхтар Шаханов.
Қасиет мол нұр ойда, қасірет көп кір ойда. Төретайұлы Қабылбек. Егер кітапты оқи қалсаң, оқыған нәрсеңнің негізгі ойын көңілге тоқи біл. Сенека. Біздегі бардың бәрі өз ойымыздың нәтижесі. Гүлзия Нәби. Жаным жалын, жүрегім от, ойда алау. Алдияр Бақытжан. Жақсы оймен жақсы сөздер жақсы іске жетелейді. Бейнебаян ұнаса, қазақша арнамызды қолдап, лайк басып тіркеле кетіңіз. Достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.